Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir жолы бізге ушундай насаат айтты дейт. Жүректер қорқып, көздерден жаш шығып, жүректер қалтырап қорқып. Біз айттық дейді да, о Алланың елшісі, бұл қоштошып отқан кишинин насаатына оқшап отат го деді. Демек Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай насаат айтты, жүректер қорқып, көздерден жаш шығып, анан бұлар айтып атышат да, қоштошуучунун насаатына оқшап қалды го деп. Ошондуктан анан бұлар сурашты, фаусина я Расулалла, бізге насаат айтыңыз деді. Осият қылыңыз, керезіңізді айтыңыз деп. Пайғамбарымыз не деді? Усикум би тақвалла ва сами ва таа. Ең бірінші сіздерге осиятым, Алладан қорққыла, арам нәрселерді, күнәлерді таштағыла. Уққыла жана баш ийгиле. Егер де сіздерге құл башчы болып қалса дағы, ошондо дағы сөзін уққыла жана баш ийгиле. Құл болса дағы, бір хадисте ушуга чейин келет, башы мейиздей болса дағы, қапқара құл болса дағы ага баш ийгиле. Bir ғана учурга чейин арамга